Түркияға Қазақстаннан жылына 500 000-ға жуық турист келеді екен. Келген адам демалып, әрі керек-жарақ киім-кешегін арзанға сатып алып, риза болып қайтатыны анық. Бөлмелері жайлы, күнделікті өздері жинап, жуып, жайып, жайнатып кетеді. Бөлмеде телевизор, кондиционер, ыстық суық су, душ, адамға керектің бәрі бар. Шыбын маса жоқ. Өздеріңіз байқап отырғандай, аста төк дастархан, қалағаныңызды таңдап жейсіз. Европалық та, азиялық та тамақтар жеткілікті. Қызмет көрсетушілер де жылы жүзді, асты үстіңе түсіп тұрады. Түркия қазір әлемдегі ең тез дамып келе жатқан мемлекеттердің бірі. Түркияның мұнайы туризм. Қым қуат заманда түрік елін аман алып шыққан Ататүрік оның дамуының да іргетасын қалап кеткен. Ол Түркияның тарихи ескерткіштерімен бай, әдемі табиғатын, теңізін мемлекет игілігіне жаратуды көздеген. Ол өзінің отандастарына мен сендерге түтінсіз фабрика салып берем дейтін көрінеді. Түтінсіз фабрика деп отырғаны туризм екен. Ол сөйтіп теңіз жағалауындағы жерлерді мемлекет иелігіне қайтару, кәсіпкерлерге тапсырма беру, туризм саласы мамандарын дайындау, туристер үшін бағаның қолжетімді болуын қамтамасыз ету, инфрақұрылымды дамыту сияқты істерді қолға алған. Жемісін қазіргі ұрпақ жеп, сол істі ары қарай дамытып, жалғастырып отыр. Біз қазір мысалы 2023 жылы демалып отырмыз. Түркия үкіметі өткен жылға 2022 жылға жоспар жасағанда 42 миллион туристке қызмет көрсетеміз. Содан жаңағы бюджетке 35 миллиард доллар кіріс кіргіземіз деп мақсат қойған екен. Қазір енді міне 2023 жылы, яғни олардың 22 жылғы қорытындысы жасалды. Олар өткен жылы 42 миллион емес жоспарлаған. Оның орнына 51 миллион турист қабылдапты. Сол арқылы өздері мақсат қойған 35 миллиард доллардың орнына 43 миллион доллар кіріс кіргізіпті. Миллион емес, миллиард доллар, 43 миллиард доллар кіріс кіргізген 35 миллиард доллардың орнына. Енді олардың мақсаты, олар қазір 2028 жылға деп үлкен мақсат қойып отыр. Ол үлкен мақсаттары 2028 жылы 120 миллион турист қабылдау. Сол арқылы жылына 100 миллиард доллар бюджетке кіріс кіргізу. Ол үшін не істейді? Ол үшін жаңа жағажайларды ретке келтіреді, туристер баратын қалалар санын көбейтеді, мәдени фестивальдар, форумдар, түрлі көрмелер өткізілетін қалаларды көріктендіре түседі, жарнаманы көбейтеді, тағы сол сияқты шараларды іске асырады. Яғни бұған тоқталып отырған себебім мақсат айқын. Оған қол жеткізу үшін орындалатын міндеттер де айқын. Мынаны жасаймыз жаңағы мақсатқа жету үшін деп айқындап көрсетіп отыр. Біздегі жаңағы Қазақстан 230, Қазақстан 2050, рухани жаңғыру деген сияқты мақсат міндеті белгісіз, жалпылама нәрсе емес. Жалпы бізге де осындай нақты мақсат қойып, соған ол мақсатқа жету үшін қандай міндеттерді орындауымыз керек, қандай мәселелерді шешуіміз керек, нәтижесінде не болады деген сияқты айқын болу керек. Нәтижесі мысалы халыққа да, үкіметке де көзге көрінетіндей. Бізде мақсаттар жалпылама қойылады, халықтың әл ауқатын арттыру деген сияқты. Оқуға арналған зона бар, бірінші қабаттағы холлда. Бұл жерде туристерге арналған түрлі ақпараттық материалдар жатыр. Сонымен қатар Ресейде шыққан бір-екі орыс тіліндегі журналдың да тұрғанын көрдік. Қонақ үй әкімшілігі оларды әдейі Ресейден алдырмаған болар, демалушылар қалдырған сияқты. Осы жерге қазақша журналдарды да келіп қоюға болады. Демалушыларда уақыт көп, оқитындар да табылады. Оның үстіне Қазақстанның жарнамасы. Біздің үкімет Қазақстанды танытамыз деп үлкен шаралар ұйымдастырып жатады, миллиондарды шығындап. Олар да керек шығар, сонымен қатар жеке адамдар өздері ақ жасайтын осындай кішкентай элементтер де артық етпейді. Холда мынандай әйелдің мүсіні тұр, қолында баклажан ұстаған. Бұл түріктер үшін баклажанның қаншама маңызды екендігін көрсетеді. Түріктер баклажанды 1500 жылдан бері қолданады деген дерек бар.
Қазір олар баклажаннан 1000 түрлі ас әзірлейді. Бұл асырып айтқандық емес, шынымен де солай. Осы жерде баклажан туралы да айта кетейік. Баклажанды қайнатып та, қуырып та, бұқтырып та, қақтап та, маринадтап та, түрлі басқа тағамдарға да, салаттарға да қосып жеуге болады. Құрамында кальций, калий, фосфор, темір, каротин, В тобына жататын витаминдер, тағы басқа да пайдалы заттар көп болғандықтан, ол жүрек қан тамырлары ауруларымен ауыратын адамдарға өте пайдалы. Сондай-ақ диабет, рак, туберкулез ауруларының алдын алатын да қасиеті бар. Баклажанды бүйрегі, бауыры, асқазаны ауыратын, іші дұрыс жүрмейтін адамдар қолданса өте пайдалы. Баклажан оңай қорытылатын болғандықтан, еңбектеген баладан бастап еңкейген кәріге дейін жеуге болады. Баклажанды түріктер ұзақ өмір жемісі деп атайды екен. Осы сондықтан да өте көп қолданылады түрік кухнясында. Баклажан орыс тіліне, түрік тіліне енген, бізге енді орыс тілі арқылы келіп жатыр. Бірақ та бұның түпкі негізі түрік, араб, парсы тектес сөз болғандықтан, осыны аударып тастауға талпынбай-ақ осы баклажан күйінше де қолдана берсек болады. Жалпы айтуға да бір қиындық тудырып жатқан жоқ, оңай. Халық келіп, рахаттанып демалатындай, мынандай әдемі қонақ үйлерді қолжетімдетіп Қазақстанда да салуға болады. Қазақстан енді ғана аяққа тұрып келе жатқан мемлекет. Басқаларға тамсанып отыра бермей, өз елімізді дамытайық. Ол үшін үкімет өз қалтасы үшін емес, өз халық үшін жұмыс істеу керек. Форумдар мен көрмелерді, басқа да жиын тойларды бюджеттен ақша алып қалу үшін емес, бюджетке ақша әкелу үшін өткізу керек. Егер ыңғайын тапсақ, бізде де тарихи орындар жеткілікті. Бізде де Алтай мен Алатау баурайы, Бурабай сияқты тамаша жерлер бар. Ақтаудың өзін туристік орталыққа айналдыруға болады мысалы. Онда қаншама адам Каспий теңізіне демалуға барар еді. Шетелдіктерді қоя тұрып, қазақстандықтар сол жаққа ағылатындай жағдай жасасақ қой шіркін. Түркияның өз қаймақ Инжекум деген жерінде 10 күн демалдық. Демалыс өзімізге ұнады. Барсаңыздар, өкінбейсіздер. Көрем десеңіздер, арнада осы демалыс туралы тағы да видеолар болады. Материал ұнаса лайк басыңыздар. Каналға жазылуды да ұмытпаңыздар. Арнада тағы да кездесейік.